Сайыстың ұйымдастырушысы 45 минут кезет және методист кезет ұстаздарға арналған басылымдары. Қолдаушы ұйымдар: Алматы қаласы Әуезов аудандық Нұр Отан халықтық демократиялық партия бөлімі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университеті, Алматы қаласы Медеу және Алатау аудандық бөлім білімдері және қазақ тілі баспасы. Алғашқы құттықтау сөз үшін республикалық конкурстың қолдаушы ұйымдары атынан Алматы қаласы Әуезов аудандық Нұр Отан халықтық демократиялық партия өкілі, үгіт насихат бөлімінің мүшесі, еңбек ері Қазақстан Республикасы білім озаты Сақыпбаева Дәрия Әбдіқызы және Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университеті қазақ филологиясы және әлем тілі факультеті деканы, педагогика ғылымының докторы профессор Сәтбекова Айнұр Амантаева және конкурс ұйымдастырушысы республикалық ұстаздарға арналған басылымдар редакторы Нағип Ізгілік Байдрахманұлын сахна төріне шақырамыз. Құрметті ұстаздар, құрметті бүгінгі тарихымызда ең берері мол халқымыздың келешек өсіп келе жатқан балаларымызға, келешегімізге, бүгінгі жастарымызға дайындалып отырған, жасаған, ұзақ уақыт дайындалып, республика есебінде облыстардан келіп, осы Алматы қаласынан келіп, осындай жаңа шараны, жаңа өткізіп жатқан жұмыстың бастаушыларына мыңда бір рахмет айтып, бас игім келеді. Бұл жаңа ғасыр тарихында халыққа берері мол. Себебі десеңіздер, бүкіл ата-бабаларымыз бізге жер қойнауын, Менделеев таблицасындағы барлық байлықты келешек ұрпақ біздерге қалдырса, біздер ертеңгі бүгінгі ұрпақтарымызға не қалдырып жатырмыз? Сонда мінекей Қыздар педагогикалық университетінде алғаш өткізіліп отырған республикалық шараның халқымызға берері мол. Өйткені бүкіл жастарды тәрбиелейтін, жас баланы тәрбиелейтін, өмірге келген келешегімізді тәрбиелейтін балабақша менен ұстаздар қауымы мектеп болатын болса, университет болатын болса, сол кісілердің бастаған шаруасы халқымызға өте бағасы жоғары болатынына бәріміздің көзіміз жеткен. Ендігі күні Нұр Отан партиясы, халықтық партиясының негізгі бір тармағы осы жастар халқымыздың білімді болуы, еліміздің қуатты болуы, жастарымыздың қай жағынан болса да жан-жақты болуы, әсіресе кішкентай осы өсіп келетін келешек ұрпағымыздың балалары менен ата-ананың бірігіп, балалар ата-ана ғана ұстаз, бақша тәрбиелейді, мектеп тәрбиелейді деп қана қоймай, бүкіл ұстаз қауымдары ата-аналармен бірігіп отырып жұмыс деп қана, ата-ана баласының келешегін ойлаған кезде ғана, бірігіп жұмыс деген кезде ғана осы жұмыстың нәтижесі болады деп есептеймін. Сондықтан да айналайын, істеген істеріңіз оң болсын, бастаған жұмыстарыңыз ұзағынан болсын, нәтижелі болсын, жемісті болсын. Осы үлкен жұмыстың басы-қасында жүрген азамат-азаматшаларға мыңда бір рахмет айтып отырып, еңбектеріңіз жемісті болсын, оның жалғасы болсын, халыққа берері мол. Құрметті ұстаздар, қымбатты оқушылар, қадірлі қонақтар. Қазақ қыздарының парасат мектебінен алған Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университетіне қош келдіңіздер. 45 минут кезет республикалық басылымның ұйымдастыруымен өткізіліп отырған бүгінгі республикалық сайыс алдыменен ұстаз беделін, ата-ана шығармашылығын, оқушы шығармашылығын насихаттау мақсатында ұйымдастырылысы, екіншіден мұғалімнің мәртебесін көтеру мақсатында қайткен күнде өз орнын қоғамда ойып тұрып өз орнын алатындай деңгейге көтеру мақсатында ұйымдастырылып жатқан бүгінгі игі іс-шараға сәттілік тілеуге рұқсат етіңіздер. Әрине, осындай игі бастамаға қолдаушы ретінде Қыздар университетінің ең алғашқы насихаттаушы ретінде қатысып отырғаны жайдан жай емес. Себебі Қыздар университеті ұрпақ тәрбиелейді, Қыздар университеті педагог кадрлар даярлайды, Қыздар университеті ұлт болашағын тәрбиелейді. Сондықтан
мынау республикалық 45 минут газеттің ұйымдастырып отырған игі бастамасы, ұстаздар мерекесіне алып отырған игі бастама өзінің межесіне жетсін. Ең ұтымды жақсы командалар жақсы нәтижеге жетсін. Білім сайысы, білім номинациясы бойынша университетіміздің ректоры, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Нүкетаева Динар Жүсіпәліқызының тағайындаған бағалы сыйлығыменен алғыс хаттары бар. Онымен марапаттаймыз. Ал енді орай келіп отырған кезде осындай игі іс-шара ұйымдастыруға мұрындық болып отырған республикалық 45 минут KZ басылымына, сонымен қатар Қыздар университетінің көп түрлі білім беруді дамыту орталығының директоры Сәуле Асанбайқызы менен директордың орынбасары, педагогика ғылымдарының кандидаты доцент Озғанбаева Райхан Өмірзаққызына алғыс айтуға рұқсат етіңіздер. Сәттілік тілеймін, қош келіпсіздер. Біздің осындай конкурсты ұйымдастыруымызда, яғни алғашқысын біз осы конкурстың ұйымдастыруына қолдау білдірген және осы конкурстың бар болғанына осылай ұйымдастырылып идеясына көмектескен ең бірінші Нұр Отан халықтық демократиялық партиясына және Алатау аудандық білім бөліміне, медиа аудандық білім бөліміне және осының барлығын ұйымдастыру жалын беріп үлкен қолдау көрсетіп жатырған Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетіне алғыс білдіруді қажет. Бұл конкурс тек қана бастамасы, яғни алғашқы таныстырылымы. Яғни осы жерден бастап алған конкурс бұйырса, Балқашта, Семейде, яғни Қазақстанның тоғыз жерінде іріктеу сайыстарынан өтіп, бұйырса алдағы жылдың маусым айында финалдық, яғни қорытынды сайысы болып өтеді. Біз осының бастамасына да сіздер қатысып отырсыздар. Бұл іс-шараның барлығы біздің ұйымдастыруымыз ғана емес, қолдаушы ұйымдар осыған атсалысып бірге ұйымдастыратын ұстаздар қауымы деп айтар едім. Сіздерге де үлкен алғыс білдіремін. Республикалық конкурсты сараптау үшін қолдаушы ұйымдар тарапынан сарапшылар ұсынылады. Сараптау алқасына 4 бағыт бойынша сарапшыны тағайындады. Сарапшылармен таныс болыңыздар. Өнер бағытта Алматы қаласы Әуезов аудандық Нұр Отан халықтық демократиялық партия өкілі Сартықбаева Дария Әбдікұлқызы. Білім бағыты Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университетінің өкілі, филология ғылымының кандидаты, доцент көптілді білімді беру дамыту орталығы директорының орынбасары Озғанбаева Райхан Өмірзаққызы. Ұйымдастырушылық бағыты Рамазан Жәшиұлы Бесқали тегі Ақ отбасы мәдениет мектебінің жобасын авторы. Танымдық бағыты филология ғылымының кандидаты, қазақ тілінің басшысы Асхат Нұрдан Әуезханұлы. Республикалық сайысқа қатысушылар жеке, командалық ұжымдық түрде қатысуға және қашықтан тікелей қатысуға мүмкіндігі бар. Олар ұстаздардан құрылған топ, білім мекемесі ұжымының тобы, ұстаздың жеке өз атынан қатысуы. Республикалық сайыста тіркелу 1 қыркүйекке дейін жалғасты. Алғашқы таныстырылым сайысына қатысуға өтініш білдіріп, сайыс талаптарына сай материалдар әзірлеген редакторлық сараптаудан өткен қатысушысымен таныс болыңыздар. Таныстырылым сайыс қатысушылары финалдық сайысқа қатысуға мүмкіндік алады. Таныстырылым сайыста сарапшылар бағыттар бойынша үздік шығармашылықты тағайындайды. Сайысқа қашықтан қатысушылар: Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Тегеран атындағы мектеп-интернат ұстаздарының тұлпар тобы, басшысы Ералы Ахмет. Оңтүстік Қазақстан облысы, Шардар ауданы, Ағалтын жалпы орта мектебінің химия пәні мұғалімі Сақбакалара Айдосқызы. Қызылорда облысы Шиелі ауданы нөмір 156 мектептің физика пәні мұғалімі Темірова Мәдина. Қызылорда қаласы Баянсұлу мектепке дейінгі кіші орталық мекемесінің тәрбиешісі Әбдіқалова Динара Әшірболатқызы. Қызылорда облысы Қазыл ауданы Бекарыстан би ауылы нөмірі 24 орта мектебінің бастаушысы мұғалімі Қалнияз Бекеткіл Мұқашқызы. Тараз қаласы нөмірі 1 гимназияның қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Рахметова Ұлбосын Мақсетқызы. Ал енді сайысқа тікелей қатысушылар.
Алматы қаласы Медеу ауданы нөмір 178 мектеп ұжымының тобы. Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қалалық Жанар Байғұтиев атындағы өнер мектебінің өнер тобы. Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Тұрманбет ауыл мектебінің информатика пәні мұғалімі Оңжасарова Светлана Кенбайқызы. Алматы қаласы Алатау ауданы нөмірі 152 мектеп ұжымы. Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қалалық Жанар Байғұтиев атындағы өнер мектебінің Арыс тобы. Алматы облысы Қарасай ауданы дарынды балдарға арналған 3 тілде оқытатын Әл-Фараби атындағы арнаулы гимназиясының Фараби жол тобы. Сайыс бағдарламаға сәйкес тақырыптық бағыттар бойынша жүргізіледі. Алғашқы сайыс бөлімі таныстыру. Өзіңді таныстыр, өзгені таны. Алматы қаласы Медеу ауданы нөмірі 172 мектеп ұжым тобы.
рахмет сендерге. Балаларың болмасын деп көргеуде, қобызыңмен бірге маған үн бердің. Мен өмірге мылқау болып келгенде, аулаларыңызда 178 жалпы білім беретін мектептің балалардың мұрасын ертеңгі ұрпаққа алып шығатын 178 мектептің мұрагер тобы, ғасыр жаңа биік білім талабы, заманымның ашылды мәрт параға, әлем келді теңер әлі келер күн, қыран елім көкке самғап барады. Алғашқы ұстаз 2011 қалалық байқауының жеңімпазы, бас жүлде иегері Ұзақова Айнұр Рахымқызы, бастауыш мұғалімі. Мектебіміздің ата-аналар коллективінің төрайымы Қалиева Бибігүл, 5 қыздың анасы. Мектебіміздің шәкірті Ербол қызы Қаламқас. Мектебіміздің география пәнінің мұғалімі Бекбол Нұрланұлы. Ұстазбын мен елертеңі алаңа. Анамын мен салты биік саналы. Шәкірттім мен асқақ тірек қадамы. Өмірінің мақтан тұтар адамы. Алғашқы сайыс бөлімі өзіңді таныстыр, өзгені таны. Шығармашылық өнер көрсетуші топ Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қалалық Жанар Байғұтиев атындағы өнер мектебінің өнер тобы.